Мына бұқалардың бер жана кішкентай бұқаны. 8 ай ұстаған кезде жаңағы дәу бұқалар сияқты болады екен. Қазіргі уақытта дәу бұқалардың салмағы 1 тонна 300, 1 тонна 400 мөлшерінде. Мыналар міне 300, 280, 300, круговой вес 300 деп айтып отыр. Осы жерде мал бағып отырған кісілер. Осыны 8 ай баққан нандай болады, сонымен ошым жалпы 1 жыл бағып, содан кейін жаңа 500-600 килограмм тушамен сатады екен. Сонда 1 тонна 700 деген бұқамыз кемінде 1 тонна 400 килограмм тірі салмақтағы бұқа кемінде 700 килограммға дейін ет бергенше бұлар бордақлайды екен. Міне осылай. Оның бәрі жаңағы жем шөптің құрама жемнің дұрыс теңшелуіне байланысты. Шек қарны, терісі, бас, сирағын бәрін алып тастайды, сосын сүйегін алып тастаған кезде бұлар осындай жем теңшеудің арқасында таза еттің өзі 50-55%. Жана 10 мың бас деп ойлап қалдым ғой, сөйтсем 100 мың бас мал бар екен, 100 мың бас бұқа. Ассалаумағалейкум. Барша қазақ елі, барша малшы қауым, 4 саланың жігіттері. 15 жыл жұмыс тәжірибемізде Қазақстанда бармаған шаруашылығымыз қалған жоқ. Ендігі алға қойған мақсатым әлемді шарлап, қолдап жатқан аға інілеріміз бар. Әлемді шарлап, басқа елдер қалай мал бағып жатыр, солардың тәжірибесін, жақсы жерін Қазақстанға алып келіп, сол тәжірибемен ата кәсібімізді дамыту жолында іс-сапарға шығып, дәл қазір көршілес Қытай еліне келіп, 10 мың бас бұқа, 10 мың бас сиыр, 10 мың бас қой, 10 мың бас есек, 10 мың бас ешкі, жалпы әрқайсы мал түлігінен 10 мыңнан ұстайтын үлкен шаруашылыққа келіп отырмын. Қазір міне Қытайдан бізді күтіп алған жерде осы шаруашылықтың егесі бар. Міне Исі қазақтың бәрі ата кәсібімізге бөтен емес, мал шаруашылығына. Алдарыңыздағы ангус, бұл жердегі қазіргі ұстап жатқан малдың нәсілдері ангус, әулиекөл, симментал, біздің қазақи ақбастар да бар екен ішінде. Одан кейін Алатау, швед, симментал, тағы қандай бар екен бәрін көрсетеміз. Міне алдарыңызда тұрған ангустардың жағдайы, пародасы да жаман емес, қарап отырсаңыздар. Бұлар енді загонны ұстап жатыр екен, қазір жартысын загонда, жартысын қораның ішінде. Қоралары қалай екені сіздерге бәрін көрсететін боламын. Осы видеомызды көріп отырсаңыздар, қазақ жігіттерін қолдап, біздің бүкіл әлемді шарлап, ең жақсы технологияны алып келуге атсалысыңыздар. Сол үшін каналымызға тіркеліп, бір лүпіл, бір пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Біз видеомызды бастаймыз. Қолдап отырыңыздар. Осы шаруашылықтағы қораларға келіп отырмыз. Ені 18 метр, ұзындығы 75 метр. Осы қораның ішінде 250 басқа дейін мал бордақылауға болады. Енді осы 15 жыл жұмыс тәжірибемізде осылай тәжірибе жинап, қазіргі уақытта өз елімізде қораның проектісін сызып жатырмыз. Енді мына жерге келсем, кішкене проектіден кішкене минустары бар. Өйткені осыншама дамыған елдің өзі малдың астындағы боғын
қолмен тазалап жүр. Қазіргі уақытта төрт саланың жігіттері ең басты қиын шаруаны жеңілдетіп, малдың боғын құрылғымен тазалайтын станоктарды орнатып жатырмыз. Жалпы қарап отырсақ, құрылысына келсек, қораның өте қарапайым. Екі бүйіріндегі стенасы малдың бойымен бетон құйылған, ары қарай жаңағы ферма трубаларды иіп отырып, сосын жаңағы арнайы материалдары бар екен. Қыстың күні салқын, қыстың күні жылы, жаздың күні салқын болатын. Екі бүйірі 1 метр 10 сантиметрге дейін жаңағы жарық түсіп тұру үшін салафан ғана төселеді екен. Жаздың күні загонда ұстайды. Тура осындай қорадан мөлшермен бір 300-400 бар осы жерде. Оның ішінде мал толып тұр екен. Ол жерге арнайы рұқсатын алып кіретін боламыз. Осы видеомызды бүкіл Қазақстанның шаруалары көрсін. Осындай тәжірибе алмасып жатқанымызды, тағы да осы жерден өздеріне керекті жаңа пайдалы ақпараттарды алам десе, қора салам десе, сол кісілерге пайдалы болады. Сол үшін осы видеомызды жалғасты таратып, қолдап, осы видеомыздың соңына дейін бізбен бірге болып, осы шаруашылықты бірге тамашалайық. Барша қазақ елі, барша малшы қауым. Жана видеоның барысында 10 мың бас деп, мен енді қытайша білмегеннен кейін 10 мың бас деп ойлап қалдым ғой, сөйтсем 100 мың бас мал бар екен, 100 мың бас бұқа. Қазір осы шаруашылықтың мынау бастығы бізді сол шаруашылықтағы малдың құрылғылары қалай жұмыс жасап жатыр, қалай жем береді, қалай суғарады, соның бәрін көрсететін болады. Міне қызықтың көкесі. Ата бабамыз мал баққан, біз қайда барамыз? Сол үшін қазақ деген атымызға сын келтірмей 100 мыңдап бағайық осы қытайлар сияқты. Біздер жанды күйттеп жатпадық, қар үстіне қазан асып от жағып, қаңтарда да көшіп жүрміз қасқайып. Ата бабам ат жалында жасаған, бар өмірін мал соңында матаған. Қара шалдар қаршығадай сүйілсе, құрығынан құтылмайтын қашаған. Қара кемпір сапты аяқпен ұрттатқан, айран шүбәт күзімізге күз қосқан. Азаматын былай қойып тіс қаққан, қыздары да ат үстінен жүк басқан. Бізге солай өмір бөлек сый берген, тәкаппарымыз таза ауаға үйренген. Төр жайлауда шіренеміз төредей, көктемеде көтеремге мінгенмен. 我给你直接从厂家搞，我们就有现货，知道吗？哈，我先让你试用，试用感觉可以了，你想办法打包运到你该运的地方。你们这，你们所谓的曲阜啊，只是在网上一搜。 Айлығында байлығында қасыңда, өзгелердің жылтырына бас ұрма. Тойғызса да 90 түрлі тағаммен, тоқтымыздың сирағына татима. Ақ түлігін айқарашы бәтбақтан, дауылдадан нөсерде де ес қатқан. Алты қанат ақ ұрдама айбынды, теңгелер ме темір үйін татпасқа. Білген бабам жылқы бабын, құс бабын, иттің өзін ырымдаған. Бұл жерде 400 басқа бір адам қарайды екен. Бір силосының ямысы сол 400 басқа арналған, мынандай 400 басқа жететін жем шөпті бір жерге жинайды. Мынау жаңағы жем шөп араластыратын құрылғылары. Мынау жаңағы енді жаңа загонда тұрған малдардікі екен. Негізі ана тұрған дәу складтарды көріп тұрсыздар ғой. Сол жаңағы 100 мың бастың жем шөбін сақтайтын қоралар сол екен. Қазір мына жердегі берілетін жем шөпті көріп өтейік. Ағырдама айбынды, теңгелер ме темір үйін татпасқа.
бабам жылқы бабын құс бабын иттің өзін ырымдаған ісмәлім қасқыр итім қанша зерек десең де бола алмайды жолдаяқпен құтпаны хабары жоқ қулықпенен сұмдықтан алдамшы көп абайсызда біз тұтқан малшыларға маңызы не қаланың айрылса егер сахаралық тұрмыстан ұлыңды оқыт қызыңды оқыт қаладан дарындыға зәру мынау заманаң қалғандарың ақтаяқтан айрылма қандай жақсы қалған кәсіп бабадан кішкене жұмыс күшін азайтып жаңа гибкий шинекпен ана жем сақтайтын силустар бар мына жерде ішінде туралған жемдер бар мынау сабанын бәрін араластырады да мына гибкий шинек арқылы жаңа кармараздатчиктің ішіне түсіріп араластырып мына транспортермен жаңа мотоциклі бар анау мынау тракторына тиеп қораның ішіне кіріп кетеді екен енді үлкен жем қойма шөп қоймасын және жаңа айтып отырған 100 000 бас малды видеоға түсіретін боламыз алдыға түс ағалап барлығыңа тілейтінім амандық мал мен басың өсе берсін сәлемет міне осы Қытайға келген кезде нағыз мал шаруашылығын көрген сияқты болып отырмын өйткені 100 000 басқа бұлар қалай астық дайындайды деген осы сұрақтың жауабын сіздерге көрсетейін деп отырмын міне сондай бір қарапайым алып баратқан шығыны жоқ мына погрузчикпен бір жерді топырақ тегістеген мына жеріне бір бетон құйған сонымен бүйіріне салафан төсеп силус басып жатыр бұларда шөп жем бәрі қымбат деп жатыр соған байланысты мына полядан шығатын жүгерінің отходы сабан жалпы сол полядан шығатын жаңағы дәнді дақылдардың қалдығынан силустарын көрдіңіздер ма? Ой, иісі деген бұрқырап тұр. Бірақ ішінде дән жоқ бұның. Ішінде дән жоқ. Бізде жаңағы, біз жақтағы силустардың ішінде дән болады. Өйткені бұлар дәнін бөлек алып алады да, тек қана сабағынан жасайды. Өйткені піскен жүгерілер сабағы сары көрдіңіздер ме? Соның өзін амалын тауып, сүрілеп малдың азығын дайындап жатыр. Ары қарай 100 000 бастың қорасы қалай болатын көретін боламыз. Мына жақта жем сақтайтын силустар міне. Одан кейін жаңағы сабан, арпа бидайдың сабандарын мынандай пресс. Біздікі сияқты кішкентай пресс емес, бұларда мынандай жаңағы күріштің сабаны, жалпы өсетін дәнді дақылдың бәрінен жинап малға бере екен. Бұл өзі туралған сабан екен, соның өзін осылай пресс дейтін. Туралған сабан. Оның пресстері мынандай дәу міне. 1 метр. 2,5 метр пресс. Мына жері 1 метр мөлшерінде. Ені ені мынандай екен. Бір құлаш. Осындай техникалармен жем шөбін дайындайды. Енді қазір қораның ішіне кіріп, мына жерде томпайып жатқанның бәрі силус. Енді ол 100 000 басқа қанша силус кететінін бір Құдай біледі. Қазір мал қораның ішіне кіріп бірақ көретін боламыз. Видео қызық болса, міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлемді шарлап, дамыған мемлекеттердің бәріне барып, сол кісілердің қалай мал бордақылайтынын бәрін көретін боламыз. Каналға тіркеліп отырыңыздар, осындай мал шаруашылығына тікелей пайдалы ақпараттарды көрсетіп отыратын боламыз. Алдамшы көп абайсызда біз тұтқан малшыларға маңызы не қаланың. Көріп отырсаңыздар, алдарыңыздағы малдың боғынан қара топырақ шығарады екен. Осы 100 000 бас малдың боғын бір жерге жинап, тыңайтқыш жасап, араға тағы сатады екен. Жалпы айтқан кезде малдан шығынсыз мал бағу. 你不用下车，我带你来回他妈跑，你下车把你累死狗了。
Машинада отырып аралатайын дейді. Бұлай жүретін болсаңдар, бүгін бітпейсіңдер, бір күнде дейді. Айлығыңда, байлығыңда, қасыңда, өзгелердің жылтырына бас ұрма. Тойғызса да 90 түрлі тағаммен, тоқтымыздың сирағына татима. Ақ түлігін айқарашы бәтбақтан, дауылдадан нөсерде де ес қатқан. Алты қанат ақ ұрдама айбынды, теңгелер ме темір үйін татпасқа. Білген бабам жылқы бабын, құс бабын, иттің өзін ырымдаған ісмәлін. Қасқыр итім қанша зерек десең де, бола алмайды жолда аяқпен құтпаны. Хабары жоқ қулықпенен сұмдықтан, алдамшы көп абайсызда біз тұтқан. Малшыларға маңызы не қаланың, айрылса егер сақаралық тұрмыстан. Ұлыңды оқыт, қызыңды оқыт қаладан, дарындыға зәру мынау заманаң. Қалғандарың ақтаяқтан айрылма, қандай жақсы қалған кәсіп бабадан. Өніміңді базар біткен бағалап, бәсекеде алдыға түс ағалап. Барлығыңа тілейтінім мамандық, мал мен басың өсе берсін сәлемет. Барлығыңа тілейтінім мамандық, мал мен басың өсе берсін сәлемет. Жүре берсең, көре бересің деген осы міне. Құрметті көрермендер, Қазақстанда бүкіл мал шаруашылықтың бәріне барып, енді мына Қытай еліне келіп, шаруашылықты зерттеп жатырмыз. Осындай қорадан көрдіңіздер ғой. Кемінде 500 ба сондай бар. Мына жерде малды бос бағады екен, мына кішкентай кезінде. Кішкене үлкейтіп алғаннан кейін, ана жаңа қоралардың ішіне апарып бағады екен. Мына малдың пародасын қараңыздар. Сементал, былай келгенде біздің ана Герефорд, Қазақи Ақбасқа келеді, мысалы мыналар. Былай бұлар өздері сементал деп атайды екен. Загонның ішінде мөлшермен бұлай 20-да 35 метр загонда міне мөлшермен 40-45 малдай тұр. Бір 10 күнде бір тазалайды екен. Астын 10 күнде бір тазалайды. Міне мын жағындағы мына малды мына жағына қарай ауыстырады да, мына жағын тазалап алады. Мына жағы кішкене кеуіп тұрады сол кезде. Енді евростандарт ақыр деп біз жаңағы проектілерін сызып жүрміз ғой. Міне евростандарт ақыр. Мына жері 53, мына жағы 20 сантиметр мөлшерінде. Сосын мына жерге кафел төсеп тастаған. Мысалға шетелде жүрген кезде көп көреміз анау видеодан, шетелдегі видеодан. Мына жерге резина, кафел сондай төсеп жатады. Бұл не үшін деп сұрап жатсақ, мына малдың тілі мынандай жерде жарақаттанады, одан кейін мына бетон ойылады дейді. Мына жерде болса тілі жарақаттанбайды, сол үшін осындай кафел қойып жатыр екен.
Міне көріп отырсыздар ғой, бұқаның семіруі қалай. Мына бір загонда бірден бұқаның қасиетін қойып болған. Ана Алмасбек Садырбаев ағамыздың бір видеосында бұқа қасиетін 3 адам жалдапты ғой бір шаруашылықта. Одан да осындай тапсырыс берсеңіздер, мынау біреуі осы жерде 40 бұқаны қасып жатыр. Біздің жігіттер адам жалдап 3 адамға 200 бұқаны қасытып, айына 900 мың теңге жалақы төлеп жүр. Осындай дүниелер, мысалы осы күнге дейін талайын орнаттық біз қазақ елінде. Осындай сапа енді көп қорада көрмейміз. Қандай керемет. Мына ауаның алмасуы, күннің түсуі бәрі жақсы орналасқан. Өйткені бұл жерде бізге мынандай қора салайық десек, бұл жерде қыс болмайды екен. Мақтанған кезде бір 10 градус, 9 градусқа бір 5 күн болады дейді. Ол 10-9 градусқа ол мал шыдай береді ғой. Біздегіндей 25-30 градус жоқ. Соған байланысты ішкі құрылымын пайдаланып, сыртқы құрылымдарын кішкене қызыл кірпішпен немесе жаңағы сэндвич панельмен басқа жылы материалдармен жасағанымыз дұрыс. Міне көрдіңіздер ғой, бір-ақ трактор кішкентай мотоциклмен мына жем шөптің бәріне таратып кетті. О, керемет мынаның иісі. Міне, ішінде жемі бәрі араласып жүр міне. Сабан, силус бәрі. Одан кейін міне мына мал кішкентай кезінде мынаны түсіріп қояды екен. Өскен сайын мынаны көтеріп қояды, мына мойнын қиып кетпеу үшін. Міне осылай. Кез келген жерде раскол деген дүниені біз қораның сыртынан сызатынбыз. Енді бұл жерде бәр жер ашық болғанын ішіне сыза салған. Мына бір загонға 1, 2, 3, 4 загонға бөлген қораны. Мына жерде машина келеді де, мына загон ішіне кіргізіп, ары қарай мына қораға 40, ана қораға 40 солай жібересіз. Одан кейін мына жерге ем домын жасауға болады. Жаңа қарасан, аусыл, тағандай қышманың дәрілерін бәрін егуге болады осы жерге, екпелерін. Сол үшін бір бүйірінен раскол жасаған. Мынан қандай керемет. Осындай пайдалы жерлерін өздеріңізге керек жерлерін түртіп отырыңыздар. Райымбек. Қытайдағы қоралар теплица сияқты салынған тоқтабыркімен. Мына жерде тағы бір әдемі ойластырылған екен. Мына салафан міне. Мына жерінде мынандай швелердің кішкентайы ғой, кішкентай швелер. Мына темір бұлай алынады. Міне. Салафандарды ұстап тұру үшін. Жоғар жағында біреу, ортасында біреу, мына жерінде біреу. Ал мына раскол ем домын жасау үшін арналған, ана баста, мына басқа. Бір жағынан
Осы салафандарға мына бұқалар кеп мына тиісіп жыртып кетпеу үшін. Мына жерге шейін көтеріледі, міне қараңыздар. Одан ары қарай қатты суитын жағдайда, күн суытатын болса, мынаны бұрасаңыздар, мына жерге дейін түседі, ықтайды қораны. Міне осындай қарапайым ғана дүние, қаншама жерді жауып, ашу керек болса ашады, жабу керек болса жабады. Дегенмен де біздің табиғатымызға бұл жердің табиғаты келмейді. Соған байланысты біз 2-3 метр жеріне дейін кірпіш өріп, қалған жерін поликарбонатпен жасасақ болады. Міне осындай. Осы жерден түйгеніміз сабан, егістіктен шыққан өнімдердің бәрін жинап, араластырып, силус, сенаж, сосын арпа бидайларыңызды 100 килограмм тірі салмаққа 1 килограмм 100 жем. Сонымен мына бұқалардың бер жағында кішкентай бұқаны 8 ай ұстаған кезде жаңағы дәу бұқалар сияқты болады екен. Қазіргі уақытта дәу бұқалардың салмағы 1 тонна 300, 1 тонна 400 мөлшерінде. Мыналар міне 300, 280, 300, круговой вес 300 деп айтып отыр. Осы жерде мал бағып отырған кісілер. Осыны 8 ай баққан мынандай болады. Сонымен осым жалпы 1 жыл бағып, содан кейін жаңа 500-600 килограмм тушамен сатады екен. Бұл жерде сосын біздегіндей малдың етін сүйегімен бірге сатылмайды. Сүйегінен сыпырып, сүйекті бөлек сатады, етін бөлек сатады. Соның өзінде тек еттің өзімен 55%-ке шығады екен. Шек қарны, терісі, бас, сирағын бәрін алып тастайды, сосын сүйегін алып тастаған кезде бұлар осындай жем теңшеудің арқасында таза еттің өзі 50-55%. Сонда 1 тонна 700 деген бұқамыз кемінде 1 тонна 400 килограмм тірі салмақтағы бұқа кемінде 700 килограммға дейін ет бергенше бұлар бордақылайды екен. Міне осылай. Оның бәрі жаңағы жем шөптің құрама жемнің дұрыс теңшелуіне байланысты. Енді ары қарай тағы қораларына барып көреміз. Міне осы шаруашылықты толығымен көрсетіп шықтық. Осындай қора салуға әр қазағыма бұйырсын. Әр қазағымның шаңырағында 10 шақты, 10 шақты қыздары, 10 шақты ұлдары болсын. Қораларында мыңдап бұқа, мыңдап сиыр, мыңдаған қойлары болсын. 4 түліктеріңіз түгел болсын. Келесі видеоға дейін аман сау болыңыздар. Әр қазағым бай болсын, 4 түліктеріңіз сай болсын. Ассалау мағалейкум. Алданбаңдар жігіттер, жоқ елеске көңіл бұрар, қызығың мол емес бе ай.